Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ескелді Тойжан. Маңғыстау облысы білім басқармасының Ақтау қаласы білім бөлімі бойынша Төлеген Айбергенұлы атындағы номері 19 мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі. Менің бүгінгі қорғайын деп тұрған жаңа технологиям ол жұптық бағалау, сапалы оқыту тетігі. Мақсаты білім алушылардың өзге білім алушының жұмысын тексеріп, бағалау арқылы қате жібермеуге тырысып, сапалы оқыту ортасын ұйымдастыру. Ерекшелігі мұғалімнің бағалаудағы академиялық адалдығы, оқушылардың қателерін түсініп, өзін-өзі бағалауы және мұғалімнің физикалық және ой тұрғысынан шаршамауы. Бағалау термині жақын отыру деген мағынаны білдірсе, қалыптастырушы бағалау барлығымыз білетіндей, оқушының қазіргі таңда не үйренгенін жинақтау. Яғни оның жасаған іс-әрекетін өздерімен құрдас балалармен қатар белгілі бір нормаға сәйкес келеді немесе келмейді деген деңгейде белгілеу немесе бал қою. 2015 оқу жылы жаңартылған білім беру курсынан өткен болатынмын. Сол кезден бағалау мәселесі маған өте қиын болды. Әрине, сонан бері көптеген білім көтеру курстарынан өттім. Курсқа барған сайын осы бағалау жөнінде мәселе көтеретінмін, бірақ өзімді қанағаттанатындай жауап ала алмадым. Іс жүзінде көптеген бағалаудың технологияларын, әдістерін қолданып жүрмін. Соның бірі ашық журнал. Ашық журналды сабақта қолданған кезімде оқушылар тапсырманы орап болғаннан кейін жүгіріп барып оны тексеру, қайттан жүгіріп келіп тақтаға сол баланы тізімнен тауып алып белгі салу, ол үшін мұғалімге қиындық туғызатын болды және көптеген уақыт алды. Әрине, ашық журналда оқушылар өздерінің қалай бағаланып тұрғанын, қандай нәтижеге жеткенін, өздерімен құрдас балалармен қандай деңгейде тұрғанын салыстырмалы түрде көре алады, бірақ бұл әдіс мен үшін, яғни мұғалім үшін қиындық туғызды. Жаңа айтып кеткенімдей, ана жаққа барып тапсырманы тексеріп, жүгіріп келіп тақтаға ана баланы тізімнен тауып алып белгі салу, бұл қиын әрі уақыт алатын болды. Бағалаудың тағы бір түрі оқушы өзін-өзі кесте бойынша бағалау болатын. Бұны да мен іс жүзінде қолданып көрдім. Өкінішке орай, кейбір оқушылар академиялық адалдықты сақтамайтынын маған белгілі болды. Себебі оқушы дұрыс орындамаса да өзіне тиісті балды қойып отыруды қасында жанында отырған оқушы айтып отырды. Мысалы, апай, Нартай дұрыс орындаған жоқ, бірақ өзіне 2 балды қойып алды деген сияқты әділетсіздіктердің куәсі болдым. Сол себепті бұл кестені мен үшін, яғни балалардың табыстарын бағалау үшін тиімді болған жоқ. Әлеуметтік желілерде соңғы шыққан әртүрлі оқушыға арналған өзін-өзі бағалау, асықпен бағалау, домбырамен бағалау, немесе кесте арқылы өзін-өзі бағалау парақтары, бұларды да мен іс жүзінде пайдаланып көрдім, бірақ өкінішке орай асықпен бағалайтын кезде енді бастауыш сыныптың оқушылары ойынға бейімделеді ғой. Олар мысалы 6 балл демей, оны көтеріп 8 балл, 9 балл деген жоғарылату көріністеріне тап болдым. Домбырамен бағалау кезде де дәл сондай. Бала ойнап отырып, мына шкалаларды қозғап отырып, өзіне жоғары балл немесе төмен балл қоймайды ғой, енді жоғары балл қойып отырудың куәсі болдым. Дәл сондай мына бағалау парақтарында да мен академиялық адалдықты байқамадым. Сондықтан әлі күнге дейін мен өзімнің оқушының іс-әрекетін қалай адал бағалау керек екен деген сұраққа жауап таппадым. Ал оқу іс-әрекеті кезінде оқушылар тапсырманы орындап болғаннан кейін мұғалім дәптерлерді жинап алып, оны тексеру, біріншіден мұғалімді ой жағынан және физикалық тұрғыдан шаршататын болса, екіншіден оқушылар жіберген қателіктерін дер кезінде көре алмағандықтан, сол оқу тақырыптарын түсінбегендіктен нәтижесінде оқыту сапасы төмендеуіне әкеліп соқтырады. Ол да мен үшін тиімді болған жоқ. Орыстың әйгілі психологы Выготскийдің жақын арадағы даму аймағы, бала дамуындағы жақын арадағы даму аймағының рөлі және
районның 2009 жылда көрсетілген еңбектеріндегі ішкі уәж деген қасиеттерді басшылыққа ала отырып, мен оқушылардың іс-әрекетін бағалауда жұптық бағалауды бастадым. Жұптық бағалауда оқушылар әдеттегідей көрсетілген дескриптор бойынша тапсырмаларды орындайды, дәптерлеріне белгілі бір уақыт беріледі, 3 минут немесе 5 минут деген сияқты тапсырманың күрделілігіне деңгейіне қарай. Сол уақыт аяқталғаннан кейін оқушы қасындағы отырған оқушымен дәптерін, яғни жұбымен алмастыратын болады. Оқушыларға түсіндіріп бірінші айттым, қолдарына жай қарындашты ұстап, әрине бұл жерде мұғалім есептің дұрыс жауабын, дұрыс шешімін тақтаға немесе слайдқа жазып көрсетіп шығару керек. Оқушы сол дұрыс шешуіне қарап, қасындағы жұбының дәптерін жай қарындашпен тиісті балдарын қойып отырды. Содан болғаннан кейін дәптерді иесіне қайтарып берді. Әрі қарай екінші тапсырма, үшінші тапсырма дәл осылай өз жалғасын тапты. Яғни тапсырмалар белгілі бір уақыт көлемінде, белгілі дескрипторге байланысты орындалып болғаннан кейін оның жұбы дәптерін тексеріп тиісті балын қойып отырды. Сабақ соңында дәптерлеріне 10 балдан қанша бал жинағандарын оқушы санап, дәптердің сол жағына қарындашпен қойып берді. Содан кейін дәптерді көршісіне қайтып берді. Бұл жерде көршісі әрине дәптерді қарайды, өзінің қалай орындағанын, қай жерде қате жібергенін, немесе егер жоқ, мен мына жерде дұрыс орындадым, мені дұрыс бағаламады деген жағдаяттар әрине басында болды. Бастауыш сыныптың оқушысы өте адал келеді, сондықтан мен мына жерде дұрыс орындадым апай, бірақ Раяна мені қате бағалап қойыпты деген даулар пайда болды басында. Бірақ екінші, үшінші, төртінші сабақтарда уже оқушылар түсіне бастап бірін-бірі адал бағалауға дағдыланды. Жұптық бағалау барысында оқушы жанындағы оқушының жұмысын немесе дәптерін тексеру барысында ол жіберген қателіктерін оқушыға түсіндіру барысында, бұл жерде біз білеміз, өзгені оқыту да материалдың 90% оқушының есінде жақсы сақталады. Яғни бұл жерде сапалы оқыту жүретін болады. Екіншіден, оқушы өзі тексеріп отырғаннан кейін келесіде дәл сондай тапсырмада қате жібермеуге тырысады. Тиімді болған жұптық бағалау жүргізуінің үлгілерін мына жерден көрулеріңізге болады. Бір қарағанда жұптық бағалау сол баяғы біз күнде сабақта қолданып отырған оқушының өзара бағалауы деп айтуларымыз мүмкін. Бірақ бұл кішкене өзгеше. Оқушы сабақ үстінде мана айтқандай бірін-бірі бағалау арқылы қателіктерін түсінеді, бірін-бірі үйретеді, ал бірін-бірі үйреткен ол оқу сапасын көтеретіні анық. Екіншіден, сабақтың соңында өзі бүгінгі тақырыпты қаншалықты түсінгенін, қаншалықты үйренгенін біліп кетеді. Үшіншіден, мұғалімді дәптер тексеру деген жұмыстан құтқарады. Ал оқушының үй тапсырмасын тексеру мұғалім үшін ол көп уақыт алмайтын жұмыс. Сабақ үстіндегі жұптық бағалау білім алушыларға бір-біріне кері байланыс беруге жағдай туғызады. Әрине бір-біріне кері байланыс бергеннен кейін алдағы жұмыстарда қандай нәтиже күтетінін жоспарлай алады, біліп отырады, және ол өз іс-әрекетіне жауап беретін алдағы қадамдарын жоспарлай алатын құзыретті оқушыға айналады. Ал құзыретті оқушы бұл сапалы оқытумен тең. Осы технологияны мен іс-әрекетімде қолданғаннан кейін осы үшінші оқу тоқсанында үздік оқушыларымның екіге артуы
жеткен жетістіктерім және орташа деңгейде оқитын оқушымның ең болмаса бір пәннен 4-ке көтерілуі және оқушыларымның әртүрлі мынандай сайыстарға қатысып жүлделі орын иеленуі, алтын сақа математикалық сайыстан қалалық және облыстық деңгейдің жеңімпаздары. Бұл технологияны мен айтылған әдіс бойынша сабақтарыңызда қолданып көріңіздер, керемет нәтижеге қол жеткізетіндеріңізге сенімдімін.